Ақшаға қатысты жиналыстарға қатыса алмаймын. Қазір қоғамдық стресс сол. Жеген нәрсе, білесің, көп нәрсе білесің, бірақ істегенің аз. Тамақ тоқтық, жұмысы жоқ, аздырады баласын деп. Ол бір тойып қалғаннан кейін енді екінші бір идея келмесе солды қуып кетеді. Себебі неге университет оқыдым, неге ағылшынша, қытайша оқыдым. Мына жердегі оқымаған адам жасайтын тірлікті жасап жатырмын дегенде, адамның да құны арманымен өлшенеді дейді. Сол кезде бір ағам айтады, айттым ғой деп, соны айтамын. Аға, мен бәрібір мен өзіме қателесіп көрмесем, сіз айтқан нәрсе маған жұқпайды екен. Сен жұмысың мен істесем, мен жұмысым сен істей алсаң, просто партнер болмай қойған дұрыс емес бұл жерде. Қазір бесеуіміздің кіріп отқанымыз, бесеуіміз бір-біріміздің жұмысымызды қайталай алмаймыз. Сәлем достар, бүгін біз YouTube каналымыздағы кешегі айтқан подкасттар легін екіншісін көріп жатырмыз. Егер сіздерге ұнаған болса, бүгін Сержан мырзамен болады. Өз ойларыңызды жаза кетіңіздер, комментарий жаза кетіңіздер. Сіздер үшін жаңа бір формат. Үлкен жұмыс жасау үшін сен бәріне желінуің де керек, жегістуің де керек. Бөлісу керек қой. Бөлісу керексің бәрімен. Егер оның интересін орындамасаң, сені ешқашан орындалмайды. Әдетте бизнестерде менікі орындалсын, мен көп бизнестер бір-біріне ары қарай жүре алмай қалады. Мен плюсымда, минусымда менікі емес, алдымен сенікі орындалсын деп просто бере саламын. Негізі ақша жағынан қатты шығын ол. Жаңағы қазір жаңа посттың да моделіне қарасақ, біз ең алғаш негізі 4 жерден ақша табатынбыз. Бірінші клиенттің заказын тауып бергеннен ақша табатынбыз. Екінші оны төлеп бергеннен ақша табатынбыз. Үшінші төлеу кезіндегі ақша айырбастаудан ақша табатынбыз. Төртінші логистикасынан ақша табатынбыз. Логистикасының өзі Қытай мен Қазақстан, Алматы арасында, Алматыдан кейін және деп ол бөлініп 5 жерден ақша табатынбыз. Ал қазір дами келе тек қана біз логистикадан ғана ақша табамыз. Басқа жерлердің бәрін таппайтын болдық. Негізі табуға болады ол. Клиенттерден ол нәрсені алуға болады. Себебі біз Қытайды білгеннен кейін, естігеннен кейін, бірақ масштабқа шықпайды. Клиенттің заказын біз беріп отырсақ, біз тек қана жұмысшылар көбейе береді, және жұмысшы көбейген сайын бәрібір клиент көбейеді. Клиенттің бүкіл жұмысын өзі жасаған сайын. Платформалық дәуірде бүкіл шаруаны адамның өзіне жасап тастайды. Ақша жағынан ұтуың мүмкін, күніне 2,5 миллион теңге түсуі мүмкін. Бірақ сенің клиенттерің қиналып отырған жақта. Просто через сен арқылы ғана заказ береді, сен арқылы ғана төлейді. Бұлай жаңағыдай мақсат, оны дәл сол кезде Қазақстан тасымал жүйесін цифрландырам деген мақсатпен салыстыра салғанда белгілі болып қалады, мен мынаны табуым керек па, жоқ па деген. Әрине анандай операциялармен ешқандай адамға байлану арқылы ол цифрландыруға келмейді Қазақстан логистикасы. Біз өзіміз просто қинала береміз. Объем көрсете алып, объем жеткілікті қақалып, сол ақшаны тауып жүруіміз мүмкін, бірақ бағанағы мақсат орындалмай қалып, цифрландыру логистиканы деген. Сөйтіп ол нәрселердің бәрін беріп тастадық та, ең соңында сол логистика қалды. Мақсатты орындау барысы кезінде ақша жағынан, энергия жағынан, және жұмыс жағынан көп жұмыс жасайсыз. Плюс басқаларда сіздің көмегіңізбен бизнесін дамытып кетіп жатыр. Ал егер ондай бір кеңдікпен мен мынаны істеймін, мақсатым осы цифрландыру деген бір нәрсені жасайын деген ойменен жасамасаңыз, просто мен табыс көбейтемін деген ойға келгенде ол логика сәйкес келмейді. Сіз табыс көбейтеміз деп өзіңіздің уақытыңызды құрбан етіп жіберуіңіз мүмкін. Сол табыс көбейеді, ақша көбейеді, бірақ постоянно сол жерде жүруіңіз мүмкін. 2024 па, 2025 па бір жаңа пост жайлы айтамыз ба, қандай нәтижеге жеткен? Бөлісе аласыз ба? Біз жаңа посттан бұрын Инэкспорт деген компания болды 2023-те. Инэкспорт 2017-ден 23-ке дейін жұмыс жасады. Шамамен 200 мың клиент болды. Платформаға тіркелген, заказ берген. Жаңа пост 2023 наурыздың 31-і құрылды. Сосын 2023-тің жыл соңында біз шамамен 800 мың клиентпен аяқтадық жылды. Бір жылда, Бір жылда.
жаңағы көктем қысты қоспағанда көктемнен бастап 800 мың клиентпен аяқтадық, плюс өзбек қырғызды ашып үлгердік. Одан кейін 2024-тің соңында біз 1,8 миллион клиентпен аяқтадық. 1 миллион клиент қосылды. Енді биыл жылдың соңында біз 3,1 миллион клиентпен аяқтап отырмыз да. Оның ішінде биылғы жылда бізде тәжік қосылды, Монғолия қосылды. Осы жалпы 5 ел 3 миллионнан астам клиентпен аяқтап отырмыз. Ал жаңа оборот жөнінен алсақ, қазір біз алдыңғы жылда 24 миллиардпен аяқтадық. 2024-те? Иә. Биылғы план енді 50 миллиард болған. Біз жылды наурызға қойдық. Как раз өзіміздің компанияның туылған күніне байланысты, сосын наурызға байланысты, одан кейін Қытайлардың да сол жаңағы біздің жұмыс тіке Қытайлардың маркетплейсімен байланысты ғой. Соған байланысты біз жыл соңын есеп жауды марттың соңына компанияның туылған күніне қарай қойғанбыз. Енді қарап отырмыз, биыл 30-дан астық. Енді соңғы 2-3 айлықта 20-ны орындай аламыз ба жоқ па деген. Биылға план 50 миллиардқа қойылған болады. Супер. Компанияда мен бір нем бар, ақшаға қатысты жиналыстарға қатыса алмаймын. Неге? Иә. Неге дегенде, ақша айтылған кезде мен өзім құнымды жоғалтып қоятын сияқты сездім. Бәрекелді. Жоқ, құнық кетен емес, просто мағынасы. Ана жерде біздің мақсатымыз жаңағы Қазақстан тасымал жүйесін цифрландыру деген мақсат болды ғой. Сол мақсаттың алдында компанияның табысы көзделген кезде бағанағындай қате шешімдер қабылданып кетеді. Тек қана ниетте емес, бірақ андай не болады. Сіздегі сол бір мен орындаймын деген бір нәрсе бар, соны орындауым керек. Мына жақтағы ақша мәселесі негізі ол жақсы нәрсе орындалып отса, соның результаты ғана болып шыға береді ғой. Ақшаның өзі де жинайтын дүние емес, сен істеп жатқан жұмыстың көлемін көрсететін дүние ғой. Яғни сіз керек нәрсені айырбастау үшін да, ақшаның ең алғашқы андай шығуы да сол ғой. Біреумен қой менен бидайын айырбасталады, біреуге керек емес нәрсені айырбастамайды ғой. Сол себепті ортаға бір бірлік үшін алған дүние болғандықтан, ана жерде қазір енді бүкіл Америка бастаған жақта profit maximizing деген дүние бар. Яғни пайданы ең жоғарғы шекке жеткізу дейді. Пайданы ең жоғарғы шекке жеткізу барысы кезінде бағанағындай бір мен мына нәрсені жасаймын деген нәрселер кешелеуі мүмкін да. Немесе бағанағы мысалға бұрын біз жаңа пост болмай тұрған кезде даму жағына әсіресе мен мынаны істеймін деген жаққа мен ойланбастан, ешкімнен сұрамастан ақшаны құрта беретін да. Қазір ондай жоқ. Ең қызығы сол да. Сондықтан, бірақ мен сияқты өтіп кете беруде бизнеске зиян. Қазіргі партнерлардың да ұстап отқан нәрсесі осы дүниеде. Мен сияқты жаңағындай, мен мына мақсатымды орындаймын деп құру мақсат бойынша жаңағы мен мына өзімнің бір миссиям бар, соны орындаймын деп кете берсең, түрлі ақша жағынан проблема ашу. Елдің, ұлттың бағытында ғана екен. Егер сондай болса, маған қызығырақ болады. Ол минус па, плюс па қандай болып жатуы, ол ақша табылып жатыр ма, жоқ, ол маңызды емес. Бірақ партнерларыма маңызды. Сондықтан олар постоянно осы нәрсеге қарайды. Солар қарағандығынан ол бизнестер жақсы жүреді. Егер ол қарамаса, бәрі мен сияқты болса, мүмкін бәрі минуста жүре беруі мүмкін, бірақ сен үлкен армандап жүруі мүмкін да. Бар ғой ондай заттарда. Өте үлкен армандар бар, бірақ аты шашылып қалған кезде жете алмай қалады. Ана жерде сен ойлап отқан арманыңның өзі елдің алдында күлкі болса болады. Егер сен өзің шашылып жатсаң деген сияқты. Сол сияқты оны дамыту барысында бағана көш барады дедім. Көш бару барысында әртүрлі адамдармен, мықты адамдармен бірлесу. Енді негізінде партнерлармен жұмыс жасау кезінде бізде бір қиындық болды. Мен жағынан емес, бізде басқа партнерлардың арасында да
андай мынау мұншалық істеп жатыр деген есеп бар да. Мынау істеп, мен күнде келіп істеп жүрмін, мынау келіп жатқан жоқ да. Мен не істеп жатырмын деген да. Сондай бір кикілжіңдер болды ең алғашқы жылдарда. Мен күнде есеп қысап жұмыс істеп отырмын, сендер қайда жүрсіңдер? Маған ғана керек па мына компания деген сияқты. Құрушы болдым деген сөз мен істетесіңдер ма деген сияқты сондай сұрақ болды. Сол кезде менен бір жауап болды жаңағыдай, егер сен жұмысың мен істесем партнер болып не істейміз деген. Сен жұмысың мен істесем, мен жұмысым сен істей алсаң, просто партнер болмай қойған дұрыс емес бұл жерде. Қазір бесеуіміздің кіріп отқанымыз, бесеуіміз бір-біріміздің жұмысымызды қайталай алмаймыз. Және бір-бірімізді бүйтіп жаңағыдай кім қанша уақыт келді деп есептей алудың, кім қанша жұмыс істеп жатыр деп есептей алмайсың деген сияқты да. Сол кезде ол өзі көрінеді, бағанағындай партнерлардың арасындағы жұмыс кезінде де кейде өзіңнің ойыңмен, мен Қазақстан тасыма жүйесін цифрландырам деген оймен оларды бағалауыма келмейді. Мысалы, ол бір адамның ойымен, ол мені бағалауына келмейді, себебі ол жер шынымен бір-бірін бағалап, бағанағындай өлшей алатын болса, немесе бір-бірінің жұмысын қайталап істей алатын болса, ол жерде партнерство керек емес болады. Партнерстводағы жұмыста сол, біреу жұмысқа келмеуі де мүмкін, тіпті істемеуі де мүмкін да. Және айтпай өз шаруасында өзіне қызық, әр адамның өзіне қызық нәрсесі болады ғой, қызық нәрсесін істейді. Бізде мысалға Бөкен өзіне қызық нәрсе істейді. Мысалға әдетте Болатбек мырза ешқандай шаруа істеп жүрмейді, бірақ келіп қайтып жүреді күнделікті. Сондай не болса да, бірақ компанияда бір жылда бір 2-3 шаруа істейді. Бірақ сол 2-3 шаруа жетеді 2-3 жылға. Кей уақытта ақша тауып жатқанымызға бұл біздің таңдауымыз емес, бұл Құдайдың таңдауы деп. Түсінесіз ғой? Егер ол біздің таңдау болатын болса, көп адамдар біз сияқты ақша табу керек еді негізі. Бізден ақылды, бізден жалмауыз, бізден көп саламен айналысып жатқан адамдар көп. Дұрыс қой? Бірақ почему-то оларда ондай табыс жоқ. Дұрыс қой? Сіздің ойыңыз енді осы деңгейге бір осындай бір межені өткеннен кейін қандай факторлар әсер етеді деп ойлайсыз? Жалпы бағана бізде өзімізді айтамыз, мынау былай бір Қазақстан ішінде былайша айтқан кезде бір юникорн шықты да. Бөкен өзі де айтады да, Болатбек аға, біз бәріміз сол кісіге қараймыз, біздің рухани тірегіміз деп қарауға болады. Айтады да, қазірге дейін 30-40 бизнеске ақша салып дейді, бірде-біреу қарық болған жоқ дейді. Бірақ жаңа постқа біз ақша салғанымыз жоқ. Жаңа постқа мысалы ешкім қатты бір ақша салған жоқ. Тек бұрынғы бизнес жаңа пост деген атпен шыға қалды, бірақ мықты адамдар біріккен тек қана күш, ақыл, ой салынды да. Күш, ақыл, ой салынды, ешқандай ақша салынбайды да. Себебі жүріп жатқан бизнес оған ақша салып қажет емес. Логистика дегеннің өзі сен үлкен ақша салмайсың. Әсіресе IT арқылы логитех болатын болса, барлығы аутсорс технологияны дұрыстайсыз болды да. Сол кезде ол кісінің айтқанда бағана бір Құдайды берген, шын айтқанда мен оны ойлағам, ешқандай қатты бір ақша салмай осындай әбден жүріп кеткен кезде салулар болды, бірақ ол қысқа мерзімдік салулар да. Бірақ біздің ойымыз не болды? Ортақ бір нәрсе болғаннан кейін бағанағы ең бірінші шешіп алғанымыз бір-бірімізбен мынау біздікі, менікі деп бағанағындай таласу да іштегі. Сондай таласу болмағандықтан тіпті үлкейе берді. Бізде не болады? Мен постоянно мынау генеральный директорды бағанағы IT болатын жігітке беремді. 2-3 айда немесе 5-6 айда болды сен, мен болмай ақ қояйын депті. Бесеуіміздің арамызда осындай нәрселер көп та. Андай сен бол, сен істе деген да. Менікі, мен болайын емес та. Бір-бірімізге жеме-жем келген кезде жаңағы менікін орындамадың емес, ортақ нені орындаймыз? Қайсы ең әділ деген нәрсеге қарайды. Бізде әділдік деген шекараны сақтауға тырысатын Алмас деген кісі да. Бұл кісі жаңағы Америкада оқыған, естіген, заң деген нәрселерге жақсы қарайды. Бізде заң бойынша, үкіметпен жұмыс бойынша сол кісілер көп шешеді. Бұл кезде әділдік деген нәрсеге сол кісі көбірек қарайды.
біз әділ болдық па деген. Компаниядағы ұжыммен де барлық нәрседе шешім шығарған кезде әділ болдық па деген. Менше бағанағы үлкен нәрсені не істеудің жолы бағанағындай менікі дегеннен гөрі мынау кімдікі болады, кімге барса сол дұрыс, кім мына жерді басқарса, кім мына жерге шешім қабылдаса сол дұрыс болады. Және әр адам өзінің атқарып жатқан қызмет туралы қайта ойлануды, өзіне алғаннан гөрі басқаларға беруге ойлануды. Сол кезде андай жеке адамның тұлғалық деңгейінен жоғары шешімдер шығады екен. Мысалға, менікі, мынау мен ең алғаш қорғам, не істегем десек, тек бір тұлғалық деңгейдегі шешімдер шығуы мүмкін. Адам энергиясы шектеулі ол жаңағы үлкен бағыт бойынша 100% дұрыс болып кетуі екіталай. Андай Илон Масктай болсам дұрыс болып кетуі мүмкін да. Ал басқалай жағдайда біздің қазіргі жағдайларымызда бағанағындай әділірек болса, ортаға шешім тасталса, және сол шешімді шығаруға кім лайық, қалай әділ болады деген нәрсе жүрсе, бағанағындай үлкен обороттар ол соның результаты ғана. Сондай бір берекенің істеп жатқан жұмыстың результаты, берекенің бір результаты ғана. Ал ол ақшаны құраймыз, кім қанша бөлісеміз, мен қанша аламын деген нәрсе болса, онда ол бағанағы тұлғалық деңгеймен талас тартыс болып кетуі мүмкін. Мен ең алғаш ойлап жүргем, Қазақстан тасымал жүйесін цифрландыру деген менің ойым қымбат депті. Қазір сол ең қымбат депті. Қазір мысалы компаниядағы бағыт андай ол. Логистикалық технологиялық компанияның қазақстандық продуктысын сыртқа экспорттауды. Қазір Каспий бізде Түркия және Өзбекстандармен жұмыс жасап жатыр. Сөйтіп шығып жатқан компаниялар көп. Бұл біздің қазір тауар экспорттан біз нашармыз да. Қазіргі біздің бағыт жаңағы бәріміз бірігіп тып-тыныш 3 жыл жұмыс жасағаннан кейінгі қазіргі бағыт IT экспорты, яғни Logitech, яғни логистикалық технология компанияның сервисін экспорттауды. Сонда мен оны ойламағам, мен тек Қазақстанды ғана ойлағам да. Ой, мен мықтымын деп жүргем да, мен ойым менде жоғары. Қазір 5 адам келгенде қалған 4 адамда осындай нәрсені экспорттаймыз деген ондай ниет болған жоқ, ойда болған жоқ. Бірақ істеп келе жұмыстың нәтижесі сол болып шықты да. Шетелдерге аштық, сол нәрсені экспорттадық. Жұмыстың нәтижесі болып шықты. Бағанағы мен ойлаған ойдан да артық дүние. Сол арқылы Қазақстанға табыс кіруді. Жалпы үлкен нәрсені жүргізудің жолы тек тұлғалық деңгейден жоғары шешімдер қабылдау. Сәке, күшті нәрселер айтып жатсыз. Қараңызшы. Мен жаңа айтып жатқан сұрақтағы негізгі екінші бір нәрсе, қазіргі таңда үлкен ақша тапқаннан кейін кейде болады, бір адамдар 1 миллион теңге тапқаннан қуып кетеді. Біреулер 3 миллион табады, біреу 10 миллион табады, біреу 20 миллион, біреу 30 миллион тапқаннан кейін баған нәпсі болады, басқа ойнайды деген сияқты. Дәл қазіргі таңда не нәрсе сізге мотивация сыйлайды? Енді ақшалық базовый потребностьтарыңыз жабылды ғой қазіргі таңда. Дұрыс па? Бұрынғы Сержан емес, осыдан 5-10 жыл бұрынғы дұрыс па? Ондай бір проблема жоқ қой қазір базовый потребность. Не нәрсе мотивация сыйлайды сізге қазіргі таңда жұмысқа баруға? Анау не бар ғой, абайдың сөзі тамақ тоқтық, жұмысы жоқтық аздырады баласын деп. Ол бір тойып қалғаннан кейін енді екінші бір идея келмесе солды қуып кетеді. Себебі мынаны істеп садым, мынау жақсы ой деген. Мен біріншісі бітпей жатып, екіншісі келді, осы жаңа бала деген. Сосын осыны жасау керек болды. Как раз балам да сөйлемей қалыпты ана жерде 4 жасқа келгенше де. Сосын тіпті тезірек бастау керек болды. Сол кезде ол 4 жасы сол шамамен 2023-ке келеді. Жаңа постың құрылып жатқан кез. Ең алғашқы қиын құрылып жатқан кезіне келгенде мен екінші идеям басталды. Енді ондай идеялар күнде туады. Бәрімізде мынаны бүйтіп жерсе деген күнде туады. Бірақ соның ішінде бастап кету керек деген, сен минус болса да плюс болса ештемесіне қарамай істейтін бір жұмыстар шыға қалады. Сол нәрседен кейін сізде анау не мынандай болды, ақша жеткілікті деген ол андай не болмайды. Оборот қызық емес, ана жақта не болып жатқанда сен екінші бір ауру тауып алдың да ана жерде. Сол екінші ауру бағана қазақша орта жасау деген ауру. Сол екінші аурумен айналысу керек. Сол кезде менше бағанағы
адамның да құны арманымен өлшенеді дейді ғой. Сол сияқты менше сол нәрсені тауып алғаннан кейін. Енді бұны айтып келгенде ең алғаш мен университетті бітіріп, сосын қазіргі біздің базарда жүріп, Каспийда тауар сатқан сияқты Қытайда солай жасадым да. WeChat арқылы тауар саттым да. Қазіргі TikTokта сатқандай ғой. Сосын сатып жүріп, андай кетіп, неге университет оқыдым, неге ағылшынша, қытайша оқыдым. Мына жердегі оқымаған адам жасайтын тірлікті жасап жатырмын деген да. Қытайлардың ішінде просто тіл білсе жасай беретін адамдар да. Тіпті олар қытайшасы да дұрыс емес, Қытайдың әртүрлі акценті бар ғой. Аналарға қарап ойлайсың да, мен не үшін оқыдым, ертерек осындай нәрсе жасай беруім керек еді ғой деп та. Сосын қарап отырып, андай көп өзің жей бересің, неге бірдеңе істемедім, ана кітаптарға тойып оқып алғансың. Жаңа Наполеон Хилл дейді, анау дейді, мынау дейді, кедей әке, ол жақта бардам әке, зардам әке деп аударатын қазақшада, кедей әке, бай әке дегенді да. Қазақшасы бар, қытайшасы, ағылшыншасы бар, сол оқып бәрін көріп алғансың, бірақ ішінде бірдеме істеу деген нәрсе тұрады да. Бірақ істейін десең, күш қуатың жоқ, әке-шешең малшы, саған бәлендей мә деп ақша ешкім бермейді. Ешқандай инвестор сен бір нәрсені аяғынан тұрғызбасаң келмейді. Сосын жаңағы жұмыс басталады, 1,5 жылдай сөйтіп жүреміз. Бірақ өзің жей бересің ғой. Мен істеп жүрмін деген да. Елдің бәрі істей алатын жұмыс қой деп. Сен 1,5 жыл өткенде бір кісі келді, просто апарып дүкен ашып бере салды, Иудан да. Жайынан бастады. Ашып бере салғаннан кейін, ана жерде мен қасымдағы досым екеуміз отырдық, ол ағылшынша білмейді. Ал мен ағылшынша білемін, ана жерде Нью-Йорктан, Индиядан, Дубайдан, сосын жаңағы Сауд Арабиясынан жан-жақтан клиенттер келіп бастайды ғой. Сол кезде бар, бірінші рет оқыған нәрсені пайдаланып бастадым да ағылшынша. Сол кезде бар, менің миыма жетті, сол кезде жазған күнделіктерім бар екен. Андайда адам оқисын, миға жинайтын ақпарат, түсінетін, білетін ақпарат ол бір бөлек. Және істеген кезде сен просто миыңдағымен сондай үлкен деңгейде жасап тастай алмайсың да. Сен физичныйде ол жердің стрессімен жаңа жұмысынан өту керексің да. Просто ақпараттар болды, мен бум ете түсем деген ол да болмайды. Мен бағанағы жеген, қазір қоғамдағы стресс сол. Жеген нәрсе, білесің, көп нәрсе білесің, бірақ істегенің аз. Жетінде нәрсе сол екен, адамға стресс болып, анау ұйықтатпайтын немесе сол екен. Адам білет, істеу керек екенін білет, істемейтін нәрселер. Сол нәрселер адамды жаңағы стресс болады екен, ұйықтатпайды екен, не істейді екен. Содан кейін барып ана жерде түсіндім. Демек, ол білген нәрсең, ол бір төбе, ол өзіме жүре береді. Білмеген нәрсең, жаңағы білген нәрсең бар, сосын істеген нәрсең бар, істемеген нәрсең бар. Сен істеу керексің. Қанша ақпарат білсең де, ісіңмен дәлелдемесең бәрібір. Сол кезде бір ағам айтады, айттым ғой деп, соны айтамын. Аға, мен бәрібір мен өзімі қателесіп көрмесем, сіз айтқан нәрсе маған жұқпайды екен. Соны келе-келе бүйтіп бір қорытындылағаным, адамда 4 жаңағы деңгей болады екен. Біреусі білмегенін білмейді. Бұл жаңағы ең аз результат беретін зат. Екіншісі білмейтінін білетіндерді. Мен мынаны білмеймін дейтіндерді. Мен білетін жағын жасайын дейді, немесе үйренейін деген да. Бұл да даму, бұл екінші деңгейден жаңағы өзін дамытатын адамдардың өткен. Ал үшінші жоғары деңгей ол білетіндер. Білетінін білет. Өзінің білетіндерді. Мен мынаны білемін, істей аламын, шамам келеді. Жаңа білмейтіндерін білмеймін дейді, істемейді деген сияқты. Мен мынаны білемін. Үшіншісі білетін білмейді. Ең жоғары деңгей білетін білмейтіндерді. Ең жоғары. Яғни сіздерде мындай болады, бір нәрсені көп беріліп жасайсыз, жақсы нәтиже береді, бірақ бір нәрсе тыңдап, көріп, естіп, бір жерден көрген кезде, мен дұрыс жасап жүрмін ғой деген да. Ол мынау
адам тек қана өстіп бөлініп қалады деген сөз емес. Біреу ана жерінде, біреу мына жерде. Адам төртеуінде де болады. Төртеуінде де болады. Сіз жақсы көріп, бір жан таңыңызбен жасап жүрген нәрселер бар ғой. Сода көбінде білетініңізді білмейтін болып шығасыз да. Дұрыс деп жүрсіз, бірақ оның не деп айтылатыны, қалай дұрыс жасауға болады, схемаларын түсінбейсіз, бірақ жақсы көріп жасап жатқан жұмыстарда сондай болады. Сіз білесіз, яғни дұрыс дейсіз, бірақ оның дұрыс па қате екенін білмейсіз. Білмейсің, дұрыс жасап жатасыз, білмейсіз. Иә. Бұл көбінде адам жақсы көріп, бір бағанағындай бір мақсатпен, бір арманмен жасап жатқан дүниелерде осындай болып шығады да. Ал ол не деген сөз емес? Сіз бір үйренгіңіз келмейтін моменттерде сіз білмейтініңізді білмеуіңіз мүмкін да. Рахмет, Сержан мырза. Сіздерге де рахмет. Бір ауыз сөзімді тастамай, үйсіп келіп, қолдап, ойыңызбен бөлісіп жатқаныңызға. Қоғамда анау ақша номер 1 болып кетті ғой, номер 1 болып кетті. Адамдар құндылығын жоғалтады, адамдар жәнегі партнерлар арасында уәдесінен айырылады. Басын көп қойын, оны айта берсең көп нәрсе бар. Бірақ дей тұрғанмен осындай бір миссияның айналасындағы өзіңіздің идеяңызбен бөлісіп жатқаныңызға рахмет.